Мен Сазанбаева Махаббат, Астана қаласының тұрғынымын. Мен Қанат Жакуповтың челленджін жалғастырамын. Қазақстан Республикасы парламенттік республика болуын талап етемін. Және мына ұрланған 200 миллиард ақш долларын елге қайтарылуын талап етемін. Бүкіл саяси тұтқындардың босатылуын талап етемін. Елдегі жүрген белсенділердің қудалануын тоқтатуын талап етемін. Мен қоғам белсендісі Несіпбаев Ғалымжан. Елімізде парламенттік республика құрылуын және де ұрланған 200 миллиард долларды қазынаға қайтарылуын, сосын кейін қоғам белсенділерін қудалауды және де қамаудағы қоғам белсенділерін босатуды жедел түрде талап етемін. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Астана тұрғыны Қасым Айтбай. Елімізде болып атқан челленджге қосыламын. Үкіметке талап етерім, парламенттік республика құрылсын. Сырттағы 200 миллиард ақша елге қайтарылсын. Басқа да сырттағы тоналған ақшалардың бәрі елге қайтарылсын. Саяси тұтқындарға бостандық берілсін. Елін, жерін ойлап отырған халықтың арасындағы белсенділерді қудалауды тоқтатылсын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Еңсеев Нұрлан. Менің талабым: бірінші, парламенттік республика құру; екінші, ұрланған 200 миллиард ақшаны қазынаға қайтару; үшінші, саяси тұтқындарға бостандық берілсін; төртінші, және азаматтық белсенділерді қудалауды тоқтатылсын.